Жаз мезгілінде көз тартатын нәрсенің бірі жазғыш бұрыш. Жеті қарақшы немесе шайнек тәрізді, ол да астеризм. Яғни 88 ресми шоқ жұлдыздан өзге жұлдызды өрнек. Жазғыш бұрыш өте жарық 3 жұлдыз. Вега, Альтаир және Денептен тұрады. Демек ол жарықпен ластанған жерлерден де көрінеді. Жазғыш бұрыш құс жолын табуға да пайдалы. Себебі галактиканың тығыз жұлдыздар жолағының бір бөлігі Вега мен Альтаирдің арасында жатады. Вега мен Денеп арасындағы аймақ ерекше. Өйткені НАСАның Кеплер телескобы аспанның осы тұсына бағытталып, мыңдаған экзопланеталар тапқан. Маусымда жазғыш бұрышты табу үшін күнбатыстан 2 сағаттан соң шығысқа көз тігіңіз. Түн ортасына қарай ол біршама жоғарылайды және жаз бойы түннен түнге көтеріле береді. Ал тамызда кешкі 9-дарда далаға шықсаңыз, оны дәл төбеңізден көресіз. Сөйтіп жазғыш бұрышты жаз бойы бақылаңыз. Құс жолын жазғы шоқ жұлдыздар көмегімен табуға болады. Мерген. Жұлдыздар мен жарқыраған тозаң бұлттары шәйнектен шыққан бұлт тәрізді көрінеді. Бүркіт. Оның ең жарық жұлдызы Альтаир, Аққудың Денебі мен Лираның Вегасымен бірге жазғыш бұрышты белгілейді. Кассиопея. W пішінді таныс шоқ жұлдыз. Жазғы құс жолы арқылы өтетін жұлдызды соқпақты түйіндейді.